Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін өтетініміз 9 класс химия пәні, 7 параграф және 4 есеп. Берілгені: мына заттар арасындағы реакциялардың молекулалық және иондық теңдеулерін құрастырыңдар. А варианты: натрий гидроксиді және азот қышқылы. Реакция нәтижесінде натрий нитратын және су аламыз. Иондық теңдеу нәтижесінде біз суды ғана аламыз. Екіншісі Ә варианты: күкірт 6 валентті оксиді және калий гидроксиді. Реакция нәтижесінде калий сульфидін және су аламыз. Б варианты: магний гидроксиді және тұз қышқылы. Реакция нәтижесінде магний хлоридін және су аламыз. В варианты: литий гидроксиді және мырыш хлориді. Бұл реакциядан біз литий хлоридін және мырыш гидроксидін аламыз. Бұл бізде тұнба. Г варианты: калий гидроксиді және ортофосфор қышқылы. Реакция нәтижесінде калий ортофосфатын және де су аламыз. Келесі бізде 7 параграфтың 5 есебі. Мына айналымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакциялардың молекулалық және иондық теңдеулерін жазыңдар. Бірінші вариант бізде натрий оксидінен натрий гидроксидін және натрий сульфатын алуымыз қажет. Бірінші ол натрий оксидіне су қосу арқылы натрий гидроксидін аламыз. Екінші осы натрий гидроксидіне күкірт қышқылын қосу арқылы натрий сульфатын және су аламыз. Иондық теңдеу нәтижесінде бізде тек су ғана қалады. Екінші нұсқа бізде мыс гидроксидінен мыс хлоридін және қайтадан мыс гидроксидін және термиялық ыдырау арқасында мыстың оксидін алу. Біріншіден біз мыс гидроксидіне натрий хлоридін қосу арқылы мыстың хлоридін және натрий гидроксидін аламыз. Бұл бізде қайтымды реакция. Екінші мыс хлоридіне кальций гидроксидін қосу арқылы мыс гидроксидін, бұл бізде тұнба, және кальций хлоридін аламыз. Үшінші мыс гидроксидін термиялық ыдырату арқылы мыстың оксидін және су аламыз.